қараңыздар. Міне Тұрар Рысқұлов Жүсіп Абдырахманов қырғыздың бірінші представителі. Мынау Аспандияров деген кісі тұр, міне қазақтың. Кезінде бұлар бәрі Орта Азиядағы атақты 1920 жыл басындағы атақты адамдар, өте әйгілі мықты кісілер болған. Ендеше Жүсіп Абдырахманов туралы бір айтып кетейін. Мен не үшін бұл кісіні көп айтатынмын, өйткені 100 мыңнан асқан қазақтар Қырғызстан арқылы Қытай жаққа қашқан бір кезеңдерде, 30-шы революция заманында. Ол кезде өзінің халқы да кедей болды, соған қарамастан көп қазақтарды өмірден алып қалған. Барлығын осы Қырғызский СССР кезіндегі бар нәрсесін беріп, аштан алып қалған қазақтарды көп үлкен көмегі тиген. Одан кейін 36-37 жылы 36 жасында қайтыс болып кетті, ату жазасымен өлтірілді. Енді бұл кісі өте керемет, біз үшін де екі ұлттың қарым-қатынасы, екі ұлттың достығын көрсете алатын тарихи тұлға.